Сәлем баршаларыңызға. Айналайын Теле2. Жыл сайын тарифтің ақшасын көбейткенде сондайсың. Енді бір хотя бы халықтың жағдайын ойласаңдаршы. Мен енді активті белайынды білмеймін, но Теле2 басында тариф 1890 болды, одан 2890, одан 3890, қазір 4890 теңгеге мен ай сайын тариф қосамын. Ай сайын емес. Вот именно соны айтайын деп отырмын. Неге мен мысалда бүгін 15 күні тариф қосатын болсам, неге сіздер 3 күнді 2 күнді алып тастайсыздар? Болмаса 13-і, болмаса 12-сі деп қойып тастайсыздар. Неге? Не себептен олай жасайсыздар? Одан кейін 2-3 күнді алып тастайма? Одан кейін маған сообщение келеді тарифім бітетін кезде, мысалда сіздің тарифіңіз 15 күні бітеді деп келеді. Но ол 14 күні бітіп қалады. 15 күні ол уже тарифім жоқ болады. Неге? Сіздер неге сообщение жібермейсіздер хотя бы? Сіздің тарифіңіз 15 күні 12-де бітеді, или 14 күні 12-де бітеді деп неге жібермейсіздер? Мен енді Билайн активті білмеймін, но Теле2. Рахмет, безлимит тариф бар. Рахмет, бәріне жетеді. Бір кей кезде бір зависть етіп, бір жаңбыр жапқанда, жел соққанда болмаса, бұлай енді жақсы. Но менің көңілім толмайтыны сол 3 күн, 2 күнді неге алып тастайсыздар, бір айға толық неге бермейсіздер тарифті? Енді біреуге 4800 теңге ақша емес шығар, но маған қазір ақша сол 4800 теңге. Сонда получается 4 күнді алып сап тұрсыздар ғой сіздер. Сол мен айтайтын.